Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін келтіру формулаларын өтеміз. Бұл қай кезде қолданылады? Мысалға, бізге синус 750 градусты табу керек. Бұл үлкен бұрыш, 750 градус біз кестемізде жоқ. Яғни біз нәтиже 750-дің орнына кестеміздегі бар бұрышты табуымыз үшін, келтіруіміз үшін осы келтіру формуласын қолданамыз. Енді мысалға 750 градус дегеннің орнына біз не деп жаза аламыз? Біз жаза аламыз оның орнына мысалға 360 градустан екеуі 720 градус. Демек 700 синус жаза аламыз біз. Синус 720 қосылған 30 деп жазсақ, бізде бұрышымыз 750 градус болады, дұрыс па? Ондай болатын болса, біз осыны 720 қосылған 30 деген қай жерде орналасқан, осыны анықтауымыз керек. Ол үшін бізге мына үш шеңбердің біреуі қажет. Яғни бізде егер синус деп тұрса, демек біз синустың шеңберінен қараймыз да. Бұл шеңбердің негізгі қажеттісі таңбалары. Таңбалары синустың 720 плюс 30 деген қай ширекте орналасқан. Біз не нәтиже білеміз. Бір айналым нәтиже 0 градустан бастаған кезде 90, 180, 270, 360 қайтып айналып келетін мына жерге, Енді ары қарай біз тағы екінші айналым жасайтын болсақ 720 градус болады. Енді 720-ға 30-ды қосқанда ол 90-нан асып кетпейді. Демек, ол бірінші ширекте орналасады деген сөз. Демек, осы жерден енді қараймыз, біз нәтиже қандай таңба тұр? Осы таңбаны мына жерге жазып қойымыз керек. Плюс таңбасы тұр. Одан кейін біз нәтиже 720 деп жаздық қой. Сол 720 бізде мына жердегі бұрыш міне. Бағанағы бізде Y осі бар және X осі бар. Осының X осі 720 градустың орналасқан жерінде тұр. Демек, X осіне қатысты болған кезде біздің функциямыздың түрі өзгермейді екен. Синус бола ма? Синус күйінде қалады екен. Нәтижеге біз синус деп жазамыз. Енді одан кейін біз 720-дан енді құтылдық. Болды, енді біз қасындағы қосылғыштағы тұрған 30-ды жазып қоя салады екенбіз. Болды, сонымен бізде жауап шықты. Плюс синус 30 градус екен. Ол тең, біз білеміз, 1 бөлінген 2-ге тең екенін біз білеміз. Дәл осы сияқты мысалға енді келесіні алайық. Синус 90 плюс альфа. Альфаның орнында бізде кез келген бұрыш тұруы мүмкін. Мысалға 90 дегеніміз қайда орналасқан? Бірінші мына синустың шеңберіне барамыз. Мінекей мына бірінші шеңбер таңбалар жазылып тұр. 90 мына жерде тұр. 90-ға енді қосамыз біз альфаны дейді. Альфаны қос деген сөз сағат тіліне қарсы бағытта жүреміз деген сөз. Қосқан кезде сағат тіліне қарсы жүреміз. 90-ға 30-ды альфаны қосамыз. Ол 30 болуы мүмкін, 45 болуы мүмкін, 10 болуы мүмкін деген сияқты. 12 болуы мүмкін, кез келген бұрыш бола береді. Сонда біз қосқан кезде біздің ширегіміз екінші ширекке келеді. Ал екінші ширекте синустың таңбасы плюс. Демек, мына жерге біз плюс қоямыз. Енді мына жерде біз бағана синус деп өзгертпей жазғанбыз. Енді нәтиже өзгере ма жоқ па? Жаңа айтқанымыздай, егер Y осіне қатысты болса, өзгереді, ал X осіне қатысты болса, өзгермейді. Ал біздің жағдайда 90 деген ол Y осіне қатысты. Демек, бұл жерде өзгеріп кетеді деген сөз. Косинус болып ауысып кетеді. Сосын қасына тек альфаның өзін ғана жаза саламызына 90-нан құтылдық. Яғни біз мына жерге альфаның өзін жазып қоямыз. Сонда 90 плюс косинус альфаға тең болады екен. Нәтиже альфаның орнында кез келген бұрыш тұра береді. 30 тұрады, 45 тұрады деген сияқты. Сол кезде мысалға нәтиже 45 тұрса, ол 135 градустың синусын тауып жатырмыз деген сөз. Демек, нәтиже 45 тұрады, ал мына жаққа келгенде 90 түсіп қалады, тек 45-тің өзі қалады екен. Енді дәл сол сияқты косинус 180-ді, синус 360 минус альфаны көрейік ал. Бұнда да сол синус шеңберіне қарайды екенбіз. 360 қайда? 360 міне 0-мен сәйкес келеді. Енді осыдан альфаны азайт деп тұр. Азайт десе біз не істеуіміз керек? Бағытымыз біздің егер сағат тіліне қарсы жүрсек, біз оң бағыт деп айтатын болсақ, демек теріс бағыт керек бізге. Минус бағытқа қарай жүреміз. Бұл дегеніміз қай ширекке келеді деген сөз? 4-ші ширекке келеді деген сөз. Ал ол жерде таңба бізде минус болады екен. Енді мына жерде бізде өзгереді ма, өзгермейді ма? Енді қараймыз 360-ға жаңағы X осіміз. X осінде өзгермейді дедік жаңа. Яғни, бұл жерде синус болып қалады екен, және альфаның өзін жаза қояды екенбіз. Сонда бізде минус синус альфа болады екен. Келесі косинусқа келгенде косинустың шеңберіне барамыз. 180 минус альфа деп тұр. 180-ге апаруымыз керек мына шеңберді, стрелкамызды. Бұрышымыз 0-ден 180-ге келді. Енді бізде альфаны азайт деп тұр. Альфа дегеніміз міне 90-нан кіші бұрыш. Сондықтан
мына жерге қоямыз. Міне бізде мына жерге келді, екінші шерекке келді. Ал екінші шеректе косинустың таңбасы минус. Демек, міне минусты жазамыз. Енді барлығында бірдей бүкіл функциялар x осінде өзгермейді, ал y осьтерінде өзгереді. Демек, біздің функциямыз 180 градус деп отырамыз, x осіне қатысты, ондықтан қайтадан өзгермейді дейміз. Косинус күйінде қалдырамыз. Косинус болып тұрды, косинус болып қалды. Енді тек альфаны ғана жаза саламыз, болды. Мінекей. Келесі. Тангенс 270 плюс альфаны тексерген. Тангенстің шеңберіне қараймыз. 270-іміз біздің төменде, мына жерде. Енді қосылған альфа сағат тіліне қарсы жүреміз. Мына жерге келеміз. Енді таңбасы минус екен. Минусты жазамыз. 270-ге қатысты болғанда 90, 270, осы y осіне қатыстының барлығы функцияны өзгертеді. Синус косинусқа ауысса, косинус синусқа ауысады, тангенс котангенске ауысады екен. Мына жерге котангенс деп жазамыз. Енді тек альфаны ғана жазу қалды. Сонымен осылай шығаратын боласыңдар.